Туба мен Абдулла Халидтің сұрақтарына тоқталайық. Доктор Захид Сахиб, сізден бастай аламын ба? Туба мынаны сұрады. Мен Құранда Яжуж бен Мәжуж туралы оқыдым, және бұл тақырып туралы жиі естідім, бірақ оны түсінбеймін. Ол не туралы? Бұл сөздер ағылшын тілінде нені білдіреді? Олар нақты, атап айтқанда, батыс елдеріне қатысты пайғамбарлықпен байланысты метафора ма? Осыған ұқсас сұрақты 16 жасар Ванкувер тұрғыны Абдулла Халид Сахиб те қояды. Оның досы оған Яжуж бен Мәжуж туралы сұрақ қойып, осы тақырыпты түсіндіріп беруін сұрапты. Сонымен бұл ұғымдар исламда ғана емес, басқа діндерде де кездесетінін айта кету керек. Сондай-ақ оларда әртүрлі ұқсастықтар, жақсылық пен жамандық, шығыс пен батыс түрінде естиміз. Мүмкін бұл қате шығар. Сонымен Яжуж бен Мәжуж, бұның бәрі неге негізделген? Бұның бәрі нені білдіреді? Расында, Яжуж бен Мәжуж әртүрлі жазбаларда, әртүрлі уақытта және әртүрлі контексттерде қолданылған. Сондықтан бұны есе сақтаған дұрыс. Біз оларды Гог пен Магог атауымен иудаизмнің киелі жазбаларында, сондай-ақ басқа да жазбаларда табамыз. Қасиетті Құранда олар Яжуж бен Мәжуж деп аталған, және біздің түсінігіміз сондағы түсіндірмеге негізделген. Бұған әлі қайта оралармын, өйткені назарымызды бұған жақсылап аударуымыз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл бүгінгі күнде көрініп тұрған өзекті мәселе. Әзіреті өнелеген Мәсіхтің алейхиссалам түсіндірмесі бойынша, бұл екі сөз Яжуж бен Мәжуж ортақ түбірден, яғни от ұғымын білдіретін әджидж сөзінен шыққан. Сонымен осыған сүйене отырып, мұндағы барлық мағына отқа қатысты екенін, және осы екі халық негізінде отқа ие болатынын түсіне аламыз. Ол бұның бәрін түсіндіріп кеткен. Шынында да Әзіреті өнелген Мәсіх алейхиссалам бұл терминдердің мағынасын толығымен ашып берді. Отты ауыздықтау арқылы жүзеге асқан өнеркәсіптік революцияны еске түсіріп, бүгіндегі күш-құдіретке ие болу үшін барлық жағынан өз үстемдіктерін арттырған қазіргі батыстың алпауыт елдеріне қараңыздар. Мейлі көліктің жаңа түрлері мен көлік жүйелері болсын, қорғаныс өнеркәсіп кешендері мен айналамыздағы басқа да заманауи жүйелер болсын, олардың барлығы бастапқыда адамға қызмет етуге қойылған отпен байланысты. Сонымен Әзіреті өнелген Мәсіх алейхиссалам бұл жерде соңғы күндер деп аталатын заманда күш-қуаты отты өте тиімді пайдалануға негізделген мықты алпауыт елдердің пайда болатыны туралы айтылғанын түсіндірді. Енді біз шынымен әлемде бәрі солай болғанын білеміз. Батыстың алпауыт елдері ғылыми техникалық дамудың арқасында оттың бұрын белгісіз болған қасиеттерін қолдануды үйреніп, жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Яжуж бен Мәжужге қатысты. Яжуж бен Мәжуж өнеркәсіптік революцияның жемісін пайдаланатыны туралы айтылған ба, әлде олардың біреуі ғана туралы айтылды ма? Ол екеуіне де әсер етті. Жақсы. Сонымен екі державаның шыққан қайнары ортақ, екеуі де оттан шыққан. Яғни мұнда батыс елдері меңзеледі. Қазіргі әлемдегі басты супердержавалар айтылады. Олар ақш, Ресей, Еуропа елдері. Бұл соңғы күндер деп аталатын тұжырымдаманың мәнісі. Яғни әлемнің шынында сол елдер болады. Тағы бір тенденция орын алады. Олардың дүниелік жетістіктері мен күш-қуаттары өскен сайын адамның рухани жағдайы нашарлайды. Батыс елдерімен солай болды. Олар тек материалдық дамуға ұмтылып, өздерінің жаратушы иелері құдіретті Құдайдан алыстап кетті. Дәл осы уақытта Мәсіх пайда болуы керекті. Оның мақсаты адамдарға сенімді қайтару және адамдарды адасушылықтан жаратушы иеге қайтару. Сонымен соңғы күндер туралы пайғамбарлық заман имамының келуін де білдірген. Ол рухани мағынада супердержаваларға, дәлірек айтқанда, олардың атеизмі мен материализміне қарсы тұрып, адамдарды ақиқат дінге, ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әкелген дінге, яғни исламға кері қайтару керекті. Жазмышқа исламның жеңіске жететіні жазылған. Сондықтан исламның екінші рет жеңіске жетуі үшін тарихтың осы бір кезеңінде қарсылас күштерге рухани тойтарыс беруге осы заманның имамы қажетті уақытта пайда болғанды. Алла разы болсын, доктор Захид Сахиб. Енді Джахангир Сахиб, сізге сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Сонымен осы дәуірдің контекстінде, тарихи тұрғыда коммунизм мен капитализмнің текетіресі туралы айтуға болар еді. Бұл жерде қандай да бір байланыс бар секілді. Бірақ бұл әрқашан екі жақтың арасындағы қақтығысы түрінде пайымдалады.
осыдан қисынды сұрақ туындайды. Егер бұл діни жазбаларда жазылған болса, және осы қақтығыс немесе басқа нәрсе орын алса, онда не болмақ? Алдымен доктор Захидхан Сахиб бастаған тақырыпты жалғастырсам, менің ойымша, бұл бәріне де қызықты болады. Яғни Гог пен Магог үндістердің жазбаларында Гог және Вигог деген атаумен белгілі. Біз бұл туралы осы бағдарламаның өткен шығарылымдарының бірінде айтқанбыз. Бұл екі ағайынды, олар туралы Калка Пурана кітабына жазылған. Сол кітаптағы ақырзаман туралы пайғамбарлықта Кришнаның тағы бір көрінісі, 10-шы көрінісі Калка Аватар деген атаумен орын алады делінген. Ол келгенде оған соғысудан шебер болған әлгі екі ағайындымен күресуге тура келеді. Жазбаларда айтылғандай, олардан тіпті құдайлар да қорқады. Оларды ешкім жеңе алмайды. Олармен бірге Кали есімді ұлы зұлым рух жүреді. Бұл араб тіліндегі дәджжал терминіне сай келеді. Яки Яжуж-Мәжужбен бірге дәджжалдың да болатынын сіздер білесіздер. Ол олармен күресуі керек. Бірақ Алла тағала айтқан, ешкім әскери тұрғыда оларға қарсы тұра алмайды деп. Тіпті үндістердің жазбаларында да солай делінген. Оларды ешкім жеңе алмайды. Хадистерде ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Алланың былай дегенін айтқан: жер бетінде мен ешкімге оларды жеңетін екі қол бермедім. Бірақ та олар бір-бірімен соғысып, бір-бірін жояды. Іс жүзіндегі аспектіге келсек, олар бір-бірімен соғысқанда отты пайдаланады. Бұл да пайғамбарлық. Олар отты пайдаланудың барлық жаңа технологияларын қолдана отырып, әлемге өздерінің үстемдігін орнатты. Бірақ ақыр соңында олардың оты өздерін жалмап жұтады. Доктор Сахиб бастаған тақырыптың екінші жағында қызықты нәрсе бар. Мен соған оралғым келеді. Өйделенген Мәсіх алейхиссалам Яжуж бен Мәжуж терминдерінің түбірлік мағынасына назар аударуымыз керек деген. Сонда олардың кім екенін және одан әрі не болатынын анықтауға болады. Өйткені бұл терминдерде үлкен пайғамбарлық бар. Шынында да, Яжуж-Мәжуж терминдерінің түбірлік мағыналарына назар аударсаңыздар, өте қызықты мәліметтерді алуға болады. Бұны мен ойлап тапқан жоқпын. Бұлар араб тілінің сөздіктерінде бар. Кез келген адам оларды ашып тексере алады. Онда сол халықтарға қатысты көптеген фактілер бар. Біріншіден, екі құрамдас бөлікке бөлінуі, Яджуж және Мәджуж. Содан кейін бірінші түбірлік туындысы, Аджа сөзі, қатты жану дегенді білдіретінін көреміз. Аджа, сонымен қатар жанып тұрған оттың дыбысын шығара алға шабуылдау дегенді білдіреді. Адамдар гүрілдеген от сияқты шабуылға шыққанда, мысалы тастар немесе соған ұқсас жерлермен жүргенде, әдеттегі соғыс қимылдарының дыбыстары шыққаны секілді. Демек, бұл сөз сол адамдардың әлемді жаулап шабуыл жасағандарын көргенде, олармен қоса ілескен от жарылыстарын естисіз дегенді білдіреді. Келесі түбірлік туынды Аджаджа сөзі сұрапыл отты тұтандыру дегенді білдіреді. Бұл сөз кең мағынада халықтар арасында алауыздық, зұлымдық пен араздық отын жағу дегенді де білдіреді. Бұл араб сөзі осындай мағыналарды қамтиды. Таджаджа жарқырап жану дегенді білдіреді. Сондықтан олар бүкіл әлемге тек бүлік пен араздық сеуіп қана қоймайды. Олар қайда барса да жарықталып жүреді. Олар өздерімен бірге жарық әкеледі. Мысалы электр шамы. Бұл олардың ел ретіндегі, халық ретіндегі басты ерекшеліктерінің бірі болады. Біз бұған куәміз. Аджиж түбірінің түп мағынасын зерттеуді жалғастырайық. Тағы бір мағынасы әртүрлі адамдардың бір уақытта сөйлеуінен туындайтын шатасуды білдіреді. Бұл сондай-ақ бір жерде көптеген тілдердің араласуын білдіруі мүмкін. Тағы бір мағынасы, олар көп сөйлейді. Мысалы, телефон жүйесі. Көптеген адамдар бір-бірімен бір уақытта сөйлесе алады. Бұның бәрі кейде шатастырады, шаршатады. Бізде уджаджи сөзі бар. Ол ішуге жарамсыз улы су дегенді білдіреді. Яғни олар қайда барса да сондағы суды ластайды, оны адам тұтынуға жарамсыз қылады. Сонымен бұл халықтардың атауларында көптеген белгілер бар. Бұлай қарасаң қарапайым атаулар ғана. Енді солармен күресетін Мәсіх жайындағы пайғамбарлықтарды дұрыс түсіну керек. Өйткені олармен ұрыс майданында ешкім соғыса алмайды деп Алланың өзі айтқан. Демек, күрес тек дұға арқылы болатынын білдіруі мүмкін. Дәл соны хадистерден оқимыз. Және Әзіреті өйделенген Мәсіх те алейхиссалам дәл соны айтқан. Ол былай деген: бізге физикалық қару-жарақ берілмеді, бізге рухани қару берілген, бізге дәлелдер берілген. Біз сонымен дәджалға соққы береміз және Яжуж бен Мәжужды зиянсыз етеміз. Олар физикалық адамдарды білдірмейді. Біз керемет дәлелдеріміз бен дұғаларымыздың арқасында олардың дәлелдері мен пәлсапасынан үстем түсеміз. Сонымен кім бұған қарсылық білдіре алады? Бұған қарсы кім бірден айта алады? Олар біз жетістікке жетеміз дейді. Біз де солай айтамыз және соған қол жеткізіп те жатырмыз.
Дүние жүзіндегі материализм пәлсапасы әлемді келіспеушіліктер мен орасан зор шығынға ұшырататын жалған пәлсапа екенін көрсету үшін біз бұл сынақты қабылдадық. Осы пәлсапаның ықпалы мен жарқырап ашылған жаңалықтардың әсемдігіне қарамастан, ол орны толмас зиян келтіреді және әлемді қызғаныш пен дұшпандық өртінде, ең жаман соғыс, ядролық өртте жойылып кету қаупіне тіреді. Міне сондықтан өделінген Мәсіх алейхиссалам жіберілген. Өкінішке орай, қазір біз осы пайғамбарлықтардың орындалуы тиіс соңғы тарауына келіп қалдық. Бұл орындалмастан біздің қымбатты халифіміз, Алла оған көмегін берсін, барлық адамдарды естерінде жиыңдар деп ескертеді. Ол өз міндетін орындады. Енді біздің міндетіміз дұға ету. Бірақ болатын нәрсе орындалады. Және барлық зұлымдықтардан кейін бейбітшілік пен Құдайға мойынсыну дәуірі қайтадан орнайды. Осылайша біз адамдардың, сондай-ақ Яжуж бен Мәжуж халықтарының Құдайға бет бұруы үшін тек дұға етуіміз керек. Айтпақшы, бұл қазірдің өзінде болып жатыр. Біздің барша адамзатқа жасайтын жолдауымыз өзіңізді осы апаттан құтқару үшін Құдайға бет бұрыңыздар. Мырзалар, осы сұраққа берген жауаптарыңыз үшін Алла разы болсын.